الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Құрметті жамағат, Алла Тағаланың сәттілігін тілей отырып, иншалла пайғамбарымыздың өмір баяны деген имани сабақтарымызды жалғастырамыз. Өткенгі сабақтарымызда жалпы Адам алейхиссаламнан бастап Иса пайғамбарға дейінгі кезеңді бір шолып өткен болатынбыз. Ендігі кезек осы Меккедегі жағдайға тоқталамыз. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Аллах Тағала Құранда айтқандай: "Ва изибтала Ибрахима раббуху бикалиматин фаатаммахунна. Қала инни жаилука линнаси. Қала ва мин зуррияти. Қала ла яналу ахди залимин." Сол бір кез Аллах Тағала Ибрахимді пайғамбарлыққа таңдап, оған үлкен жауапкершіліктерді міндеттеді. Содан Ибрахим алейхиссаламның Сара деген жұбайы Құддыс тарапында болды. Құддыстан бір 30 шақырымдық жерде Халил деген қала бар. Қазіргі осы Ибрахимнің лақабатына байланысты аталған. Өйткені Алла Тағала Ибрахимді Халил тұтқан, яғни адал дос деген мағынада. Сол жақта Исхақ тәрбиеленеді. Меккеде Аллах Тағаланың бұйрығымен Ибрахим Хаджар анамызды және Исмаилды сәби күнінде Алла Тағаланың әмірімен әкеп тастайды. Осы Ибрахим Аллах Тағаланың таңдаған құлы, осы қасиетті орындарда жетекшілік қылатын, осы жердегі жердің бетіндегі адамзатқа сол кездегі имамдыққа таңдаған. Имамдыққа таңдардан бұрын Аллах Тағала Ибрахимді көптеген бұйрықтарымен имтиханнан өткізеді. Яғни ашхаду ан ла илаха иллаллах дегеннен кейін осы ла илаха иллаллахның талаптарын бұйырады. Сол талаптары Ибрахим тарапынан өте кемел түрде жоғары дәрежеде атқарылады. Соны Аллах Тағала мақтап, Ибрахимнің дәрежесін баяндап, жаңағы оқыған аяттарды баяндайды. Сол бір кез Раббысы Ибрахимді бұйрықтарымен, әмірлерімен сынады. Ибрахим ол бұйрықтардың барлығын өте кемел түрде атқарды. Раббысы разы болатындай. Сөйтіп Раббысының разылығымен Аллах Тағала оған: "Инни жаилука линнаси имама", мен сені күллі адамдарға имам қыламын деді. Яғни Аллаға бойұсынудың үлгісі сенің бойыңда толық жиналған. Иман тұрғысынан, ғибадат тұрғысынан, естідікте бойұсындық тұрғысынан, Алла Тағаланың разылығын іздеу тұрғысынан, Аллаға бағыну тұрғысынан, Алланы сүю тұрғысынан, қай мәселеде кімге өнеге керек болса, мен сені имам қылдым дейді адамдарға. Сонда Ибрахим алейхиссалам Меккеде жаңағы Хаджар мен Исмаилды алып келген кезі сонда дұға тілейді: "Ва мин зуррияти", Раббым, сондай-ақ менің ұрпағымнан да қылшы имамдарды деп. Яғни әр буында мен дүниеден озғаннан кейін, әр буында менің ұрпағым тарап атқанда, әр буында осындай адам болсыншы. Сол өз замандағы адамдарға жетекшілік қылатын, осы жолды ұстануда, осы аманатыңды көтеруде деген. Міне сол Ибрахим алейхиссалам Хаджар анамызды Алла Тағаланың бұйрығымен Исмаил кішкентай әлі анасының сүтін еміп жүрген сәби, осы жаққа Алла Тағала бұйырады: Меккеге апарасың. Меккеге апарасың да қалдырасың. Сөйтіп Құддыс тарапына кетесің қайтадан келесі жұмыстарға. Қарап тұрсаңыз, Ибрахим алейхиссаламның Алла Тағала өмірін, отбасын, күллісін өзіне пайдаланған.
кейінгі адамдарға өте мықты дәрежеде үлгі болу үшін Алла Тағала ол кісіні толығымен өмірінде, отбасында күллісін өзінің дінінің мәртебесі үшін, өзінің тура жолын көрсету үшін пайдаланған. Міне сол пайдаланғанның көрінісі Хажар анамызды Исмайылмен бірге Меккеге әкеліп, сол жерде қалдыруы. Сол жерде жаңа Қағбаның орны көрсетіледі, қайтадан тұрғызылу керек. Сол Қағбаның қасына екеуін әкеп қалдырып, Исмайылдың жатқан жері жақында Зәмзәм шығатын жер болады, сол Қағбаның қасындағы. Сондай-ақ Алла Тағаланың бұйрығымен кері қайтып баратқан кезінде Хажар анамыз әдеттегі әйелге тән табиғат, әйелге тән сезім тұрғысынан: «Ей Ибрахим, мынандай елсіз жерде, ешкім жоқ жерде, су жоқ жерде, азық жоқ жерде бізді тастап кетіп бара жатсың ба?» дейді. Алла Тағаланың бұйрығымен Ибрахим теріс айналып жауап беру керек болмаған. Өйткені Алла Тағаланың даналығы қамтыған күллі нәрсені ол шешті бұл істі. Содан Ибрахим теріс қарамай сол бағытталған бетінде кетіп бара жатады. Сол кезде Хажар анамызға Алла Тағала иманын қуаттап, ол мынандай бір сөзді айтады: «Ей Ибрахим, Алла Тағала бұйырды ма бұны?» Сол кезде Ибрахимға Алла Тағала тарапынан рұқсат беріліп, кері бұрылып, «Иә» дейді. Сол кездегі Хажар анамыздың сөзіне назар аударыңыздар. Онда Алла Тағала бізді жоймайды ғой дейді. Ешкім жоқ ол жерде. Бір әйел мен сәби баланы елестетіңіз. Соны Алла Тағала Ибрахим алейхиссалам дұғасын келтіреді Ибрахим сүресінде. Сол кетіп баратқаннан кейін, адам болғаннан кейін де, пайғамбар болса да, жаңағы жерде Раббысына жалбарынып дұға жасайды. Сонда айтады: «Роббана, Раббымыз, яғни менің Раббым, Хажардың Раббысы, мына Исмайылдың Раббысы, инни асканту мин зуррияти, мен осы ұрпағымның бір бөлігін, яғни Исмайылды анасымен осы жерге тұрғызып кеттім. Фивадин гойри зи зарғин, бұл жерде ешқандай шөпте, егінде, ешқандай жемісте өспейді. Бірақ айнда байтик әл-мухаррам, сенің қасиетті Қабаның қасында. Роббана лиюқимус сола». Ибрахимнің жаңағы тәртібі, сол жерде тәрбиесінің негізі баяндалады. Раббым, бұл жерде мен оларды намазды тұрақты атқарулар үшін қоныстандырдым деп, намазды ұмытып кетпесінші дегендей мағынада. Сосын айтады: «Фаджғал афитата минан наси тахуа илейхим варзуху минас самарати лағаллахум яшкурун». Сондай-ақ Раббым, мына жерге бір қауымды әкелші, сондай адамдардың іштерінде жүректері жақсыларын алып келші осы жерге. Солар келіп осы жерде ауылға қоныстанып, Исмайылмен жаңа болашақта құдаласып дегендей Хажармен осы жерде бір ұрпағы тарасыншы деген дұғаны жасайды. Сондай-ақ бұл жерге Раббым, сен құдіреттісің, күллі түрлі жемістермен осыларды ризықтандыршы. Басқа жақтан әкеліне керек ол жемістер. Бәлкім олар сол кезде саған өте шүкіршіл болар деп осындай дұғасын жасайды. Міне сондай-ақ тағы да бір қайталайды: «Робби джғални муқимас сола». Раббым, мені намазды тұрақты оқитын қыл. «Ва мин зуррияти». Раббым, сондай-ақ ұрпағымды да сондай намазды тұрақты оқитын қыл. «Роббана ва тақоббал дуғай». Раббымыз, менің дұғамды қабыл алшы. «Роббана ғфирли». Раббым, мені кешірші. «Вали валидайя валил муъминина яума яқумул хисаб». Сондай-ақ ата-анамды және де күллі мұъмин атаулына есеп алынатын күні деген жаңағы дұғасын жасайды. Сонымен Алла Тағала бағыттаған жаңа Құдыс жаққа қарай кетеді. Бұл жерде жаңа Хажар анамыз қалады Исмайылмен. Сөйтіп Алла Тағала өзінің жаңағы жоспарын сол жерде істетіп бастайды. Хажар анамыз жаңа өздерімен болған су, азғантай құрма, барлығы азығы таусылғаннан кейін адамдар көрініп қалам екен деп, қазіргі қажылыққа барған адамдар біледі, Софа мен Маруаның арасы. Сол екеуі екі төбешік болып тұрады. Сол Софаның үстіне шығып, мына жаққа қарайды, біреу көріне ме екен деп, соны жүгіріп Маруаға дейін барып, ожының үстіне шығып тағы қарайды, Алладан сұрайды, жалбарынады. Осы жерде бір нәрсе жаңағы жүгірістер жасап жүрген кез еді. Міне солардың сол еңбегін ешқашан ұмытпауымыз үшін Алла Тағала бүгінгі күні де қажылықтың рәсіміне кіргізіп қойған.
осы тарих естеріңнен шығып кетпесін. Бұл жаңа Хажар анамыздан қалған әрекетінен қалған рәсім етіп Алла Тағала кіргізіп қойған осы қажылық рәсімдерінің қатарына. Солай жалынып, Алла Тағаласына жалынып жүгіріп жүрген кезінде Алла Тағаланың әмірімен Жибрил келіп, сол Исмаил жатқан жерден жерді ұрып Зәмзәм суы шығады. Міне сол Зәмзәм суы шыққан кезде жаңа Хажар анамыз қасына келіп, Зәмзәм деген сол жерде осы Зәмзәм деп аталған. Содан Исмаилды жаңағы сүт қайтадан өзіне сүті толып, Исмаилды емізіп, сосын көп ұзамай бағанағы Ибрахим алейхиссаламның келесі дұғасы қабыл болады. Бір Журхум деген тайпа келеді, ру келеді, мінездері өте жақсы, сондай әдепті, Хажарға өте мәдениетті түрде сөйлеседі. Тіпті келген кезде біз осы жерде қоныстансақ бола ма сіздердің қасыңызда? Мына су сіздің иеңізде екен, сіз осы судың иесісіз. Сондай-ақ мына бала осы қаланың иесі дегендей мағыналардың бәріне келісіп, сол жерге қоныстанып, көп ұзамай Алла Тағаланың қалауымен Исмаил да жаңағы өседі. Міне осы Исмаил алейхиссаламның өсіп атқан кездегі жағдайына әрдайым Ибрахим әрдайым келіп кетіп тұрады. Келіп жағдайларын біліп, нұсқауларын көрсетіп Алла Тағала тарапынан. Сонымен күндердің бір күні Алла Тағала Қағбаны тұрғызуды қалайды. Исмаил өсті, қасына тас көтеретіндей жағдайға жетті. Содан Алла Тағала айтады: "Аузу биллахи минаш шайтанир раджим", сол Бақара сүресінде: "Ва из ярфағу Ибрахимул қауағида минал бейти ва Исмаилу Раббана тақаббал минна иннака антас самиғул алим". Сол бір кез Ибрахим және Исмаил екеуі Қағбаның іргетасын көтеріп жатқан кездер еді дейді. Алла Тағала тарапынан бір тас Ибрахимнің аяғының астына бағындырылады. Ана биіктеу жері келген кезде тас көтеріледі. Жаңа тасты Алла Тағала жұмсақ қылып қойған. Тарихи кітаптарда айту бойынша ана табаны батып табанның ізі қалатындай, онда Алла Тағаланың даналығы қалаған. Сонымен жаңа бір іргесін бітіреді, екінші жақты айналады, жаңағы тас айналып жүреді өстіп. Сөйтіп Қағбаны көтереді. Исмаил алейхиссалам жаңағы тастарды әперіп тұрады. Сонымен Қағбаны көтерген кездер еді. Сол Қағбаны көтеріп болғаннан кейін Раббымыз мынаны бізден қабыл ал. Сөзсіз сен естушісің, көрушісің дегендей сол жаңа дұғаларын жасайды. Сосын сол жерде тағы бір жасаған дұғасы: "Раббана ва джална муслимейни лака". Мына адам қанша өзі мұсылман болса да, сол мұсылмандығынан тайып кетпеу. Осы мұсылманда жаңағы мұсылмандықта мықты болу, бекем болу деген нәрсе бұл мұсылманның уайымы екен. Оны байқасақ, Ибрахим алейхиссалам пайғамбар бола тұра мынандай жаңа дұғаны айтып жатыр: "Раббана ва джална муслимейни лака". Раббымыз мені де осы Исмаилды екеумізді өзіңе берілген мұсылман қылшы. "Ва мин зурриятина", сондай-ақ біздің ұрпағымыздан, осы Исмаилдан таратын мына жақтағы ұрпақтан да умматан муслиматан лака, өзіңе берілген мұсылман үмбетін жасашы дейді. Бұл мұсылман үмбеті сол сахабалар болып шығады ғой ертең. Осы дұға. "Ва арина манасикана", сондай-ақ Раббымыз мына жерде өзің қажылықты бұйырдың. Сондықтан қажылықтың күллі рәсімдерін бізге көрсетіп берші. Қалай атқару керек біз бұл қажылықта? Амалдары қандай бұл қажылықтың? "Ва туб алейна иннака антат тауабур рахим", сондай-ақ біздегі кемшіліктердің барлығын сен білушісің Раббымыз. Біз саған тәубамен оралдық, тәубамызды қабыл ала көр деген жаңа дұғалар жасалады. Сосын үшінші дұғасы кетеді: "Раббана ва бa'ас фихим расула минхум", Раббым, сол жаңағы мұсылман үмбетін шығар деп сенен тіледім ғой осы Қағбаның қасында. Осы ұрпақтың ішінде, осы жерде өмір сүретін адамдардың ішінде бір елшіні шығаршы солардың ішінен дейді. "Ятлу алейхим аятика", ол оларға сенің аяттарыңды оқитын болсыншы. Міне, аяттарыңды оқитын болсыншы. "Ва юаллимукумул китаба вал хикма", сондай-ақ оларға кітапты және де сол кітапты баяндайтын сүннетін, даналықты үйрететін болсыншы. "Ва юзаккихим", сондай-ақ олардың жан тәрбиесін, рухани тәрбиелерін жақсылап тәрбиелейтін, күллі саған ұнамайтын сипаттардан, сөздерден, мінездерден, қылықтардан, күллі нәрседен жан дүниелерін тазартатындай бір елшіні осы жерден шығаршы деп дұға қылады.
иннака антал азизул хаким. Аллах тағалам, сен өте күштісің, үстемсің, және данасың. Заман қандай бұзылып кетсе де ертең сен оны істеймін десең істейсің ғой Раббым деп осындай дұғаларын жасайды. Міне осы Ибрахим алейхиссалам Алла тағала серттесе де, сөйтіп мен сені адамдарға имам қыламын. Ибрахим алейхиссалам сұрайды, Раббым ұрпағымнан да. Алла тағала айтады, сенің ұрпағың сол осы сенің сертіңмен жүргенге дейін мен де сертімді ұстаймын дейді. Яғни имамдықты жоймаймын деп. Адамдарға жаңа тура жолды көрсететін, тура жол нұсқаулары бәрі жұмыс жасап тұрады деп. Алайда қашан әділетсіздік басталады сол ұрпақтардың ішінде? Алланы ұмытады, ақыретті ұмытады, өз беттерінше кетеді, сол кезде менің сертім орындалмайды дейді олардың үстіне. Міне сөйтіп Ибрахим алейхиссалам Исмаилдан кейін тарихшылардың нақты жаңағы кесіп айтып отқан ұрпағы Аднан. Исмаил мен Аднанның арасында өте көп буын өткен. Бұл буындардың барлығы қарап тұрсаңыз жаңағы сертпен болған. Күллі осы буын Алланың да, Қағбаның да Әл-Харам мешітінде хақысы толық берілген күйде өмір сүрген. Аднан пайғамбарымыз саллаллаху жоғары санағанда 20-шы атасы болып келеді. Жаңа сира кітаптарында баяндалғандай. Сол Аднаннан Мағат тарайды буыны. Аднанның кезеңі жақсы, жаңағы сертпен жұмыс істеп жатыр. Аднаннан кейін Мағаттың буыны келеді, ол да солай болады. Мағаттың буынынан кейін Низардың буыны келеді. Низардың буынында да осы нәрсе жақсы істеліп жатады. Серт бәрі дұрыс болып жатыр. Алланың да, Қағбаның да, намазың да хақылары беріліп жатқан кезде. Жаңа Низардан кейін Мудор. Мудордың заманында сол болады. Мудордан кейін Ильяс келеді. 15-ші атасы болса, пайғамбарымыздан жоғары санасақ, Ильястан 3 бала дүниеге келеді. Жаңа енді кітаптарда айтылғандай, Мудрика біріншісі, негізгі аты Амир. Одан кейін Амру деген болады, сосын Умайр деген болады. Пайғамбарымызға келіп тірілетін атасы жаңағы Амир, Мудрика деген. Мудрикадан пайғамбарымыз саллаллаху тарайды. Мудриканың бауыры Амру, сосын Умайр болады. Сол Умайр деген лақабаты Қумаға. Қумадан Лухай деген кісі дүниеге келеді. Баласы Лухайдан Амру деген кісі келеді. Осы Лухайдың баласы Амру сол өзінің заманда Меккеге жауапты сол кісі болып тағайындалған. Меккеге жауапты болып тағайындалғаннан кейін жалпы қажылық рәсімдері өте лайықты деңгейде жақсы атқарылып жатады. Жан-жақтан қажылар келген кезде жаңағы тамақпен қамтамасыз ету, қонақ үймен қамтамасыз ету, жақсылап қабылдап құлшылықтарын атқаннан кейін шығарып салу деген күллі осы аманаттар атқарылып жатады. Бұл аманаттарды олар жаңағы Ибрахим мен Исмаилдан мұраланған. Өйткені Аллах тағала Ибрахим мен Исмаилға бұйырды. Ва ахидна, серт алғанбыз, келіскенбіз, иля Ибрахима ва Исмаиля, Ибрахим мен Исмаилдан. Антоххира байтия, мына Әл-Харам мешітімді, Қағбамның айналасын өте таза ұста. Екеуі, ей Ибрахим. Кімдер үшін? Литто ифина, тауап жасап келем дейіндер болады. Уәл-акифина, иқтикафқа кірем дейтіндер болады. Вар-рукка суджуд, рукуқ жасаймыз, сәжде жасаймыз дегендей. Міне осындай Қағбаның айналасына құлшылық жасауға келген адамдардың барлығы үшін екеуінің міндетін осы Қағбаны тап-таза ұстап отырулар. Сондай-ақ қажылар келген кезде жолдарынан шаршап келгендеріне тамақтарын беріп, шамаларын келгенше жақсылап шығарып салып, осы сендердің міндеттерің дейді. Осы негізгі аманаттардың үлкені осы еді өзі. Қағбаның қасында өмір сүріп жатқаннан кейін Исмаилдің ұрпақтары жаңағы істетіп отқан. Содан жаңағы кезеңде Лухайдың баласы Амру деген кісі келеді. Бұл кісі де сол міндеттерді жақсы атқарып жүреді. Мінезі жалпы жақсы, кең пейіл, сондай жаңағы жақсы қасиеттері сира кітаптарында көп айтылған. Алайда сол бір кездер иманның нұсқаулары, ғибадаттың нұсқаулары сондай бір маңызды болмай, немқұрайды қаралған кездер болған. Ол кісі Шам елдеріне сапар жасап тұрған кезде
Шам елдеріне барады. Шам елдері ол кезде насаралардың ықпалында болған. Насаралар иудейлерді біраз қыспақ көрсетіп, иудейлердің көбісі бірнеше тайпасына Медина жаққа көшіп келгенде болатын. Міне сол жақта Шам елдері негізі қасиетті жерлері, бұл жақта діндер бәрі дұрыс қой деген ешқандай жаңағы жаман ой жоқ, сол жаққа барады. Сөйтіп барған кезде бір мүсіндерге табынып жүрген адамдарды көреді. Мүсінге табынып жүрген адамдардан мыналарың не деп сұрайды. Сосын олар айтады, міне осы бізге Аллаға жақындататын нәрсе. Біз жаңбыр жоқ кезде тілей қойсақ, осыларға барамыз да жалбарынамыз, жаңбыр жауа қояды. Жамандықтар келгенде бара қоямыз, жамандықтар кете қояды. Осы сөздерді негізге алып, бұны қайтаратын, теріске шығаратын білім жоқ бұл кезде. Сөйтіп жаңаға сол жақтағы бір Хубал деген үлкен бір мүсінді керуенмен көтеріп алып келеді. Сөйтіп соны келіп Қағбаның қасына қояды. Айналадағы жаңа күллі халық мынау не нәрсе дейді. Олар айтады, мен осындай бір елдің қасында болдым, олар осылай істейді екен, содан бізге де артық болмас деп алып келдім дейді. Сөйтіп халықта да оның ісін қайтаратын нәрсе жоқ. Жаңа өз Алла Тағала Құранда айтқандай, «Фалаула кана минал қуруни мин қабликум». Ей пайғамбар, егер де сендерден бұрынғы өткен ғасырларда, буындарда улу бақия, сол иман, Алла Тағаланың жалғыздығы, жалғыз Алладан басқа тәңір жоқ, сыйынатын болсаң тек Аллаға сыйын, құлшылық қылсаң тек Аллаға құлшылық қыл деген осындай мұраны көтеріп жүрген жаңағы бір мұра егерлер болса еді ғой дейді. Янхауна анил фасади фил арады. Жердің бетіндегі бүліктен тыйып отыратын. Жердің бетіндегі ең үлкен бүлік өзі Алла Тағаланың хақысының кетуі адамзаттың өмірінен. Ол кеткеннен кейін күллі жамандық тармақталып келе береді өзі. Көптеген жақсы қасиеттер бойымызда араласып жүре берсе де. Міне сол Амр ибн Лухайды пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады, маған от көрсетілген кезде, тозақтағы көптеген азаптар көрсетілген кезде, маған Амр ибн Лухай көрсетілді дейді. Мен оны көрдім, қарны жарылған, шек қарны сол тозақтың ішінде сүйретіп жүргенін көрдім дейді. Иннаху кана ауала ман гайяра ахда Ибрахим дейді. Ибрахимнің сертін ең әуелі бұзып өзгерткен осы дейді. Міне осы жаңағы мүсіндер қойыла бастайды. Кейін жаңағы Лат, Ал-Узза, Манат, Нәжім сүресінде айтылғандай негізгі мүсіндер пайда болады. Жаңағы керуен сапар жолында біреу қойылады, теңіздің қасында, біреу Таифта қойылады, біреу Таиф пен Меккенің арасында қойылады. Міне осындай мүсіндер көбейе бастайды. Сосын мүсіндер әрбір үйде пайда болады. Сөйтіп ғасырлар, буындар өтіп келе жатыр ғой. Міне. Сонымен жаңа өзі 20 пайғамбарымыздың дүниеге келгеннен кейін аталарының санына қарайтын болсақ, айттық 20 ата. Бағанағы Мудрика бар, Мудрикадан одан кейін жаңа Хузайма келеді. Хузаймадан Кинана деген аталары келеді. Сол буындарда бірте-бірте бұтқа табыну күшейіп келе жатыр. Әрбір буын келген сайын, әр буында бұтқа табыну және бұттың саны күшейіп келе жатқан кезеңдер еді. Содан заман келеді, 11-ші ата Қурайш. Қурайштың негізгі аты Фихр деп аталған, бірақ Қурайш деген лақабат қойылып, сонымен Қурайш деп танылған. Ол жаңағы 11-ші атасы пайғамбар саллаллаху алейхи көтерілетін. Одан кейін 4-ші атасына келетін болсақ Қусай болады. Бері қарай жақын Қусайдан Абдуманаф, Абдуманафтан Хашим, Хашимнен Абдул-Мутталиб, Абдул-Мутталибтан Абдулла, жаңа пайғамбарымыз саллаллаху алейхи әкесі. Сол Абдулладан пайғамбарымыз саллаллаху дүниеге келеді. Міне осы Қусайдың кезінде жақын аталарына тоқтап кетсек, Қусайдың заманында сол кісі тағайындалады. Меккенің жаңағы негізгі шаруалары осы кісінің қолында болады. Сонымен жаңағы жан-жаққа тарап кеткен әртүрлі тайпа румен болған соғыстардың кезінде Қурайштар кішкене тентіреп әр жерде шашылып кеткен болатын. Сол Қурайштардың барлығы Меккеге әкеліп, соларды шоғырландырған, сол жерде жаңағы көптеген жақсы істер жасайды. Соның бір жаңа өздері Қағбаның қасынан мәжіліс үйін ашады. Ең бірінші болып ашқанда осы Қусай, Килабтың баласы.
мәжіліс үйі, сол жерде бүкіл шаруалары шешіледі, бүкіл жағдайлары, соғыс істері болсын, тағы басқа нәрселер болсын, осы жерде мәжілісте шешілетін болған бәрі. Содан жаңағы қажыларға қызмет ету мәселесі ол жақсы атқарылып жатқан. Қажыларды қабылдау, тек қажыға келгендер бұрынғындай жалғыз Аллаға сыйынбайды, бұтқа сыйынып еліне бір бұт алып кетеді. Бұл қалай пайда болады десеңіздер, біздің заманда да, мысалы қазір біреуміз Қытайға барамыз, сосын бізді ақиқатты түсіне алмасақ, теріс істі қайтаратын білім бізде болмаса, мысалы бір бақаны сатып аламыз, бір Қытай сатып тұрады, бақа аузында бір тиын тұрады, мынаны офисіңе қойып қойсаң, ақшаны шақыра береді саған дейді. Соны алып келеміз де біз офисімізге қойып қоямыз. Тура осылай жаңағы Рухай ибн Амру осылай бір мүсінді алып келген, бір жақсылық әкелетін шығар бізге деп. Сосын сіз оны өзіңіз білмесеңіз, әнжеде балаңыз жүгіріп келсе, әке мынау бақа не нәрсе десе, бала бұл ақшаны көбірек әкелетін нәрсе деп қойсаңыз, осылай бұзылған. Кішкентай нәрседен ескете береді адам. Сондықтан сондай жағдай, Қусайдың заманынан кейін Абдуманаф, Қусайдың баласы, сол Абдуманафтың кезінде 4 баласы болады ол кісінің, Абдуманафтың. Хашим, Ал-Мутталиб, Абдушемс, сосын Нуфайл. Осы 4-еуі 4 керуенді басқарады. Ол кездегі жаңа олардың заманда орын алған бір экономикалық табыс әкелетін жолдарының бірі 4 керуен шығады бұларда. Бұл 2 керуен қысты күні, 2 керуен жазды күні шығады. Жаңа Хашим деген баласы Абдуманафтың мына Шам еліне қарай жүреді. Шамға қарай жүреді. Шамда жаңа Палестинаға соғып, Палестинада Ғазза деген жер бар. Сол Ғаззаға өзі көп үйір болады. Сол Ғаззаға әрдайым соғып кетеді Шам еліне барған кезде. Сол себептен ол қаланың өзін жаңағы Хашимнің Ғаззасы деп атайды тарихта. Сосын Ал-Мутталиб деген келесі баласы, ол Йеменге қарай сапар шегеді. Йеменге. Абдушамс Эфиопияға қарай. Эфиопияға қарай сапары Қызыл теңіздің үстімен өтетін, қалғаны екеуі жаңағы Шам мен Йеменге Қызыл теңізді жағалап жүреді. Ал енді Иракқа баратын Нуфайл деген бала, осы керуенге сол кісі ие болады, ол шөл даламен жүреді. Міне осы керуендер Меккеге негізгі табыс әкелетін жаңағы экономикалық бір кіріс жасайтын үлкен бір істер еді, шаруалар еді. Бұл Абдуманаф осы 4 баласына бекітіп, Абдуманафтың 4 баласы осы нәрсені басқарған. Сөйтіп Хашим сол Шам елдеріне бара жатқан сапарында Ясрип, Медина. Мединаның бұрынғы, Мәдина қаласының бұрынғы есімі Ясрип. Сол Ясрипке соғып, сол жақта жаңа араласатын адамдары бар өздерінің. Наджар руынан жаңа Сәлма бинт Амир, Сәлма деген қызға үйленеді сол жақта. Сөйтіп үйленіп, қасында біраз болады. Сонымен Сәлманың аяғы ауыр болады, некелескеннен кейін бәрі. Сол Хашим Ғаззаға қарай жолға шығып кетеді. Сол Ғаззаға жолға шыққан кезде Сәлма жаңағы аяғы ауыр. Ғаззаға барған кезде ол кісі дүниеден озады. Ағайындары хабарды естиді. Сосын Сәлма босанады. Босанған кездегі баланың шашы аппақ болады. Шашы аппақ болғаннан кейін де аға Шайба деп қояды анасы атын. Шайба деген сөз ақшаш деген мағынаны білдіреді. Содан Мутталиб, Хашимнің бауыры ғой, жаңа 4 ағайынды дедік. Мутталибке хабар жетеді. Осындай жерде Хашимнің баласы бар. Ұрпағы сол жақта қалып қойды. Сіздерге үлгеріп хабарлап үлгермеді, Ғаззада қайтыс болған уақытта. Онда Мутталиб бірден жаңағы жолға шығам деп жиналып Ясрипке барады. Ясрип жаңағы Медина қаласы қазіргі. Ясрипке барып, Сәлманың туған ағайындарына бәріне жолығып, жаңа баланы көріп, көзіне жас келіп, мына баланы мен алып кетем дейді. Өйткені Хашим ішіміздегі ең жақсы ағамыз біздің. Сондықтан Хашимнің артында қалған мал дүниесі бар, істері бар, Қағбаға, Әл-Қарам мешітіне жауапкершіліктері бар. Осы істерге бұл бала керек. Сондықтан Алланың үйінің қасына алып бара жатырмыз.
сондықтан бізге беріңіз деп олар көніп баланы беріп жібереді. Сөйтіп кішкентай баланы жаңағы алып келіп Меккеге қарай келе жатқан кезде адамдар жаңағы бауырының аты Әл-Мутталиб болғандықтан ол бір құл сатып алды екен деп адамдар Абдул-Мутталиб деп ат қояды. Жаңа Шайба деген аты содан бастап өзгеріп кетеді. Құл сатып алды екен деп. Алайда кейін келіп баяндайды, бұл Хашимнің баласы. Міне Хашимнің артындағы мұрагер осы болады деп. Сөйтіп Әл-Мутталибта ер жетеді, өте жақсы сифаттары болады бойында. Қажетті сифаттар, елді басқара алатын даналық сифаттары, осы Кабаға жауапкершілікті жақсылап тұрып көтеретін. Сондай-ақ осы Абдул-Мутталибта Алла Тағала бұрынғы аталарына жаңағы бөлемеген бір ерекше бір нығметтерге бөлейді. Өйткені жақында Құдай қаласа біраз уақыттан кейін пайғамбарымыз саллаллаху дүниеге келу керек. Сол пайғамбарымыз дүниеге келгенде, сосын ол пайғамбар болып жіберілген кезде, оның сөйлейтін уақиы, немесе Алладан уақи келіп жатыр деген сөзі, Алла Тағаланың сөзін жеткізуінің бәрі бір таң қалып, сондай күмәнданатын нәрсе болмас үшін бұл кісілердің өзін сондай нәрседен өткізеді Алла Тағала. Сөйтіп Абдул-Мутталиб Кабаның қасындағы ана Хижр деген дуал бар ғой, қасында дуал бар. Сол дуалдың қасында ұйықтап жатқан едім дейді бір түні. Түсімде бір келуші келді де хабар берді. Содан Тайибаны қаз деп айтады. Сосын мен түсімде Тайиба деген не деп сұраймын дейді. Сосын жоқ болып кетеді дейді ана кісі түсімде. Тайиба деген есі таза деген мағынаны білдіреді. Екінші күні сол жерге мен ұйықтаймын қайтадан. Сол ұйықтаған кезде маған жаңағындай хабаршы тағы да келеді де айтады: Барраны қазып ал деп. Ол Барра деген не деп? Сөйтіп жаңа кісі жоқ болып кетеді. Үшінші түнде сол жақта боламын. Үшінші күні де маған келіп Маднунаны қазып ал дейді. Маднуна, Барра, Тайиба деген есімдердің барлығы Замзамның атаулары. Сол жаңағы хабарда келген, күллісі таза, пәк, таусылмайтын, сарқылмайтын деген мағыналарды беретін нәрселер. Сонымен төртінші түні мен ұйықтаған кезімде маған Замзамды қаз деп келді дейді. Мен Замзам не деп сұрап едім, ол ешқашан суы таусылмайтын нәрсе деп жауап берілді дейді. Суы таусылмайды, оны қалқысаң да қалқыған сайын шыға береді. Ол анау қасапханадан шыққан қалдықтарды, шек қарындар, қан төгіп жатқан нәрселерінің астында, соның астында көмілулі жатыр. Ана құмырсқалардың илеуін көресің, және үстінде қонақтап жүрген сауысқандарды көресің деген түсі осылай баяндалған. Осыны көргеннен кейін бірден жаңа орынды қарап, Кабаның қасындағы ана орынды байқайды. Сол жерде қоқыстар төгілген жер. Бұл жер кезінде жаңағы Журхум руы тарихи бір оқиғаларға байланысты қаланы Мекке қаласын тастап кеткен кезде Замзамды көміп кеткен болатын. Сол көмілгеннен кейін, одан кейін адамдар оның орнын білмеген. Сол жаңағына Алла Тағаламен байланысты білімнің кеткен уақыты ғой бірге. Көріңіз, ол да кетті, Замзам да кетті. Замзамның көміліп қалу асыл ол бар. Оны қазір ашсаң шығайын деп тұр. Сол секілді адамның санасында да Аллаға деген сенімі көміліп тастаған да. Көміліп тастаған. Әртүрлі жаңағындай дүниені ақыреттен артық қою, бұттарға табыну, тағы да басқа нәрселер. Содан енді уақыты келіп жатыр. Алла Тағала пайғамбарымыз саллаллаху майданды дайындап жатыр. Және адамдардың санасын дайындап жатыр. Абдул-Мутталиб бірден барып жаңағы жерді қазып, сөйтіп Замзам шығады ғой. Замзам шығады, Замзамның қасынан тағы қылыш, әртүрлі сауыттарды тауып алады. Жаңағы бір киіктің бейнесінде құйылған таза алтынды табады, екі киіктің мүсінін. Соның барлығын жаңағы ертіп, бұны маған Алла Тағала көрсетті. Сондықтан мен бұл алтынды өзіме алмаймын. Мен бұны Кағбаның есігіне, топсасына, сол нәрселерге пайдаланамын деп, жаңағы балқытып соған пайдаланады да ол. Кағбаны тауып, жаңағы Замзамды табылған кезде, көз ашылған кезде Құрайыштар келеді. Сөйтіп айтады: ей Абдул-Мутталиб, мына судың иесі жалғыз сен емес, біз де Исмайылдың ұрпағымыз. Сондықтан біздің де хақымыз бар ол суға.
егер сен келіспесең, біз бәрібір таласуымызды, дауласуымызды қоймаймыз, бір төрелерді шақырмайынша дейді бұл іске. Абдул-Мутталиб айтады, мен сендерді бұған ие қыла алмаймын. Түсте маған кеп көрсетілгеннен кейін таңдалған мен, сондықтан мен сіздерге бұны серік қыла алмаймын, сендерді бұл Замзамға дейді. Ал енді әкелетін төрелеріңізді әкелсеңіздер, әкеліңіздер, не айтар екен көрейік дейді. Сосын олар айтады, осындай Шам елінде Сағат деген бір руда бір сәуегей кісі бар. Көріп кел, жаңа сондай нәрсемен айналысатын. Содан барып төрелік сұрайық дейді. Сонда жаңағы істерден қайтпайтын мінездері сол жолға шығып кетеді ғой Шамға. Сол нәрсенің жаңағы төрелігін аламыз деп. Жолға шығып кеткеннен кейін бұлар сахарада сулары таусылады, Абдул-Мутталибтің суы таусылады, өзінің қасындағы адал серіктердің суы таусылады. Ол кезде Абдул-Мутталибтің тек қана Харис деген баласы болатын, жалғыз баласы, жалғыз ұлы. Сол кезде ол кісі айтып қойған: шіркін-ай, егер Алла тағала маған 10 бала берсе, біреуін құрбанға шалып жіберетін едім, мына сендерге қарсы көмекке пайдаланатын 10 бала беріп жіберсе екен маған дейді. Сол жүзеге асатын болып, оны жаңағы келесі несінде тоқталамыз, оған Құдай қаласа. Мына жерде сол шөл далада бұлар сулары таусылады. Су таусылғаннан кейін Абдул-Мутталиб жаңа Қурайштар бөлек жүреді өздері. Олардан сұрайды, бізге су беріңіздер десе, олар айтады, біз қазір сендерге берсек, сендер сияқты қиналып, сосын бізде өліп қалуымыз мүмкін деген. Бұл нені көрсетіп жатыр? Бірліктің жоқтығы, мансап құмарлық, бәсекелестік, таластық деген жағдайлар болып жатыр да. Сонымен Абдул-Мутталиб жаңа намысқа салады, сол жерде айтады, өзінің серіктерін айтады, адал серіктеріне: біз нешеуміз сонша қабір қазайық, қазір әркім өзіне қабір қазсын дейді. Ақыры енді осы жерде өлетін болсақ, біз өлеміз. Сөйтіп кім бірінші өледі, саламыз да көме береміз дейді. Сөйтіп қабірді қазып сөйтіп отқаннан кейін Абдул-Мутталиб біраз есін жиып, біз негіз дұрыс істеп отқан жоқпыз, маған бір жақсы ой келіп жатыр, біз ары қарай жылжып тағы көрейік, мүмкін бір жақын жерден бірдеңе шығып қалар ма деп түйесіне отырып, түйесі орнынан көтерілгені сол екен, түйенің астынан су шығады. Бұлақ бұрқыраған кезде жаңа қуанғаннан сол жерде жаңағы өздерінің нелеріне суды толтырып, су ішіп, шөлдері қанып, сол жерде Қурайштардың көзі жетеді де, сонда айтады: мынандай шөл далада суды тек сенің түйеңнің астынан шығарып, сені сусыз қалдырмаған Алла, ана Замзамды да саған берген екен, біз енді таласпаймыз, елге қайтайық, бәрін Алла шешті дейді. Міне осындай жағдай Меккеге сосын жаңа қайтып келеді. Осы жағдайларда сөйтіп Замзам ашылды. Яғни бір жақсылық келе жатыр. Пайғамбарымыз сасынға майдан дайындалып жатыр да. Сонымен Абдул-Мутталиб өстіп меккелік шаруаны басқарады. Сол жақтағы жаңа Қағбаға жауапкершілік қызметін атқарады. Қажыларды қарсы алып осындай болып жүрген бір кез. Сөйтіп бұл кезде Йемен жақта Абраха деген кісі болады. Сол Йеменде жаңа бұлар енді насаралар, жалпы Эфиопияға кіреді. Оның басқарып жатқан жері Эфиопияға Бодан. Эфиопияда Наджаши деген жаңағы лақабатпен басқарылады өзі. Негус дейді ғой. Сол Абраха Йеменде үлкен бір жаңағы шіркеу тұрғызып жатады. Сол шіркеу тұрғызып жатады да, содан өзінің жаңағы адамдардың арасында айтып жүреді. Наджашиге жіберген хатында, жіберген елшілер арқылы жіберген сөзінде: мен осындай үлкен шіркеу салып жатырмын. Құрметті Наджаши, сіздің разылығыңызға жету үшін міне осындай шіркеу салып жатырмыз біз. Сондай-ақ осы шіркеуді салып жатқан тағы бір мақсатым, Қағбаға қарай қажылық жасап жүрген арабтарды осы шіркеуге әкеп бұрсақ. Осындай жаңағы саясат болады оларда. Сөйтіп өстіп жүрген кезде осы хабарлардан бір сыбыс естіген бір меккелік араб сол жақта жүрген Йеменде. Жаңағы шіркеудің ішін бір нәжіспен былғап кетеді. Кейде дұшпан провокация деген нәрсеге қарап тұрады. Өзіңді кінәлі қылып жіберу үшін да. Істейін деп тұрған жоспары
өз тараптан шықпас үшін белгілі бір сол себепті істедік дегендей нәрсе үшін жаңа провокация деген нәрсе араңдату, бір нәрсеге қарай қоздырту, эмоцияңды пайдалануды. Сөйтіп эмоция пайдаланады, жаңағы кісі кәдімгідей нәжіспен ана шіркеудің ішін жағып кетеді. Міне. Сөйтіп бұқаралық ақпаратта кім кінәлі болды? Бұқаралық ақпаратта жаңа жағып кеткен кісі кінәлі болды. Ал негізі қулық оларда басталған. Алла Тағала Фил сүресінде «Әләм яджғал кайдакум» деген сөзді қолданған. Алла Тағала олардың қулық сұмдықтарын заяға кетірмеді ме деп. Қулық сұмдық деген нәрсе жасырын істелінетін әрекет. Жасырын істелінетін әрекетті ол. Сол жасырындағы нәрсесі қазір Абдул-Мутталибтің бір сөзіне тоқталамыз, сол кезде ашылады. Сөйтіп ол Абраха күллі әскерін жинайды, Меккеге қарай жол ұстайды. Әскер деген өте үлкен, әскерінің басында жаңағы бір пілді ертіп алған үлкен піл, сол пілмен мақсаты Қағбаны итеріп құлату. Сөйтіп осылай келе жатқан кезде Йеменнен аспай жатып, сол Йеменде химиярлық жаңағы осы Қағбаны қасиетті тұтатын арабтар бар еді. Солар сол жердегі көсемі Зунафр деген кісі сол өзінің елін Абраханың әскеріне қарсы көтереді. Біздің қасиетті Қағбамызды бұзуға баратыр екен. Сондықтан біз Қағбамызды қорғаймыз деп, олар сол жерде жаңа күресуге ұмтылады. Алайда Абраханың әскері өте үлкен болғандықтан олар жеңіліс тауып, Зунафрды тұтқынға алып алады. Сөйтіп келе жатып, тағы бір жолда келе жатқан кезінде Хабиб, Нуфайл ибн Хабиб деген кісі Хосхама деген жерде, жолда, олар да өздерінің әрекеттерін көрсетіп, Абрахаға қарсы әрекетке жолынан тұрады, бірақ олар да жаңа жеңіп, ол кісіні де тұтқынға алып кетеді. Сөйтіп келе жатқан кезде Таифтың қасынан келеді. Мына оқиғаларға назар отырыңыздар. Яғни Қағбаны қорғаушылар бар екен. Адамдардың ішінде бір талпыныстар жасалды. Таифқа келген кезде Таифтың қасындағы адамдардың барлығы Абраха сөйлемей жатып шығасап, біз сендердікіміз, біз сендерге не істейді десеңдер соны істейміз. Біздің мына осы жердегі Таифтағы Әл-Лат деп аталатын жаңағы ғибадатханамызға тиіспесеңдер болды, Қағбаға қарай жол бөгемейміз дейді. Сөйтіп керек болса міне Абу Риғал деген кісі бар, мынау кісі жолды жақсы біледі деп, Абу Риғал деген кісіні ерттіріп жібереді, мынау сендерге Меккеге қарай жолды әдемі көрсетіп береді деп. Сөйтіп Абу Риғалмен келе жатқан кезде Мұғаммас деген жер бар, сол Мұғаммас деген жерге жеткен кезде жаңағы Абу Риғал сол жерде қайтыс болады. Бұл нәрсенің айтылып жатқаны осы Абу Риғалдың қабірі сол жерде. Әрдайым кейін арабтар сол жерден өткен кезде әрдайым ол кісінің қабіріне тас лақтырып өтеді екен. Қарғыс айтып тас лақтырып өтеді екен. Сен Қағбаға сатқындық жасадың депті. Жалпы Қағбаны қастерлеу деген нәрсе болды да, Қағбаны қастерлеу деген нәрсе. Бірақ ол Алла Тағаламен бір лайықты деңгейдегі имани құлшылық мағынасында байланыстырылмады. Міне. Сонымен Абраха Меккеге жақын жерге келеді. Содан бір кісіні Абдул-Мутталибке қарай жібереді. Барда Меккенің басшысы кім, соған жолық. Сосын айт, мен сендермен соғысуға келген жоқпын деп айт. Мен Абраха деген патшамын, сендермен соғысуға келген жоқпын. Менің мақсатым тек қана жаңа Қағбаны бұзу. Өйткені сендердің біреулерің біздің шіркеуді бұлғап кеткен. Алла Тағала Құранда айтады, Анғам сүресінде, Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Ла тасуббу лазина ядуна мин дуниллахи фаясуббуллаха адван биғойри илм. Ей иман келтіргендер, сендер олардың Алладан өзге табынып жатқан, сиынып жатқан нәрселеріне тіл тигізбеңдер дейді. Егер сендер олардың табынып жатқан нәрселеріне тіл тигізетін болсаңдар, олар Аллаға тіл тигізеді, сендерге қастасып білімсіз түрде дейді. Көрдіңіз ба? Мұсылманның характерін беріп отыр ғой. Тіліңмен жаңағы неңді маған қарай ұстат деп отыр ғой Алла Тағала. Менің үкіміме сабыр ет дейді, эмоцияны шығарма дейді. Сондай мақсат жаңағы мен Қағбаны ғана бұзуға келдім дейді, болды.
соғысам деп қарсыласатын болсаңыздар, сендерді онда аямаймыз дейді. Сөйтіп Абдулмутталиб мен жолығайын деп шығады. Жаңа мұғам істеген жерге дейін жаңағы көлік алып, сонымен барып жетіп, сол жерде жаңа Зунафр деген тұтқында ұсталған кісі бар еді ғой, жаңа Қабаны қорғаймын деп ең бірінші шыққан. Соны жаңа Абдулмутталиб жолда көріп қап. Сонда Зунафр айтады, ана түйені пілді тартып келатқан адамды мен білем дейді. Сол пілді тартып келатқан адамды мен білем. Егер қаласаң, мен сен туралы сені ең құрмаса дұрыс қабылдап алатындай қылып көңілін дайындайық дейді Абраханың. Сөйтіп соған айтайын, ол барып жеткізсін. Бұл Абдулмутталиб деген кісі осындай деген мағынада. Сонымен сол хабар жасалады. Сол істеліп, пілге жауапты адам Абрахаға барып айтады, осындай кісі екен ол. Абдулмутталиб деген осы қасиетті Қабада, осы жердегі халыққа жауапты, қажыларды қарсы алушы, абырой беделі көптеген жақсылықтары, нелері, еңбектері айтылып, сөйтіп Абраха оны қарсы алған кезде тағынан түсіп қарсы алады. Сөйтіп жерге отырып екеуі. Жерде отырып сөйлескен кезде Абдулмутталиб айтады. Әркім енді өзіндегі білімнің негізінде сөйлейді ғой. Сонда Абдулмутталиб айтады, сіз менің жолда 200 түйемді өзіңізге алып қойыпсыз ғой дейді. Сонда Абраха күледі оған. Мен сен маған келген кезде, әуелі келген кезде бір құрметті адам сияқты едің дейді. Мен сені Қаба туралы сөз қойғызғайма десем, сен неге түйеңді қозғадың дейді. Сосын Абдулмутталиб айтады, мен түйенің иесімін дейді. Ол далада жатқан түйе емес дейді. Мен түйенің иесімін, мен түйемді қорғап сұрап тұрмын дейді. Қабаның өз иесі бар, ол қорғайды оны дейді. Сонда жаңағы Абраха айтады, Қабаның өз иесі бар дейсің ба, қорғайды дейсің ба, ол менен қорғай алмайды бүгін дейді. Істейтін нәрсеңді істеп көр дейді. Сонымен жаңағы Абраха Абдулмутталибті жібереді. Абдулмутталиб Қабаның қасына келеді, халықтың бәрін жинайды. Ана әскерге қарсы бізде қарсылық көрсететін ешқандай күш ештеңе жоқ мүлде деп, Қабаның есігінің мынандай домалақ тұтқасы болады ғой, сол жаңағы тұтқасын ұстайды да, сол жерде жаңағындай тілек жасайды. Я Алла, сол кездегі танымдарын түсінсеңіз болады, Алла Тағаламен мәміле қандай болған. Адам екеш адамда өзіне қымбат нәрсені қорғайды. Сен де осы қасиетті Қабаңды өзің қорға. Сондай-ақ оны бұзам деп мыналар келе жатыр. Бұл крестерге қарсы, крест деген сөзді айтады, қараңыз. Крестеріне жеңіс бермеші дейді. Егер де бұл жерде оларға беріп қойсаң, онда сенің әміріңе қандай амалымыз бар дейді. Осындай сөздерді ғана айтады. Сонымен бүкіл халық айтады, тауға қарай қашыңдар, жасырыныңдар, талыңдар. Сөйтіп барлық кеткен кезде Абраха жаңағы жерде келеді. Қабаға жақындап қалған кезінде жаңағы пілді орнынан тұрғызып Қабаға қарай айдамақшы болады. Қабаға қарай айдағылары келген кезде Алла Тағаланың әмірі, күллі нәрсе Алланың мүлкі. Піл де Алланың мүлкі. Алла Тағаладан пілге бұйрық кетеді, содан піл шөгіп жатып алады. Әшейінде ондай бойұсынғыш піл Қабаның алдына келген кезде осындай әрекетті жасайды. Шөгіп жатып алады, темірмен де ұрады, ағашпен де ұрады, қамшымен де ұрады, тұрмайды. Сосын о пілді басқа жаққа қарай, Йемен жаққа қарай бұрса, қаша жөнеледі. Оны қуып жетіп ұстап әкеп, қайтадан Қабаға қарай жаңағы бұрса, жата қалады. Осы нәрсенің өзі бір белгі еді. Алланың ымы қойыңдар деген. Бірақ адам тәкаппарланған кезде, соқырланған кезде еш нәрсеге назар аудармайды екен де. Сөйтіп осылай тұрған кезде Қызыл теңіздің үстінен бір құстар келеді. Құжынаған құстар, Алла Тағала Фил сүресінде соны баяндайды. Әләм тара кайфа фағала роббука би асхабил фил. Көрмедің бе ей Мұхаммед? Яғни тарихтан аталарың айтты ғой саған бұл хабарды дегендей.
пілдің иелерімен, яғни Абраханың күллі әскерімен, Жәпілмен Қабаны бұзам деп келген Абраханың күллі әскерімен, піл иелерімен Раббыңның қалай жасағанын көрмедің бе? Қалай жасалғанына дейін көрген ғой, тауға кетіп қалған аталар. Түсіндіңіз ба? Абдулмутталиптің заманында көрген кәдімгідей. Жаңағы құстар келіп отыр. Әлем яжғал кайдакум фи тадлил дейді Алла Тағала. Олардың ана қулық сұмдықтарын заяға кетірді ме па дейді Алла Тағала. Қулық сұмдық деген бағанағы Абдулмутталиптің сөзіне қараңыздар, крестеріне жеңіс бермеші деген. Көрдіңіз ба? Ең әуелгі жаңағы кресшілер жорығы деген нәрсе бар ғой. Абраханың жүрегінде сол нәрсе болған. Алайда бұл оқиғадан кейін, жаңа Тағала құстарды жіберген оқиғадан кейін, ешкімнің батылы жетпей қалды бұл жаққа, қол сұғуға, көз сұғуға. Жаңағы құстар «Варсала алейхим тойрон абабил» дейді Алла Тағала. Алла Тағала олардың үстіне құстарды жіберді. Құстар келген кезде әбабил деген сөз, мына әскер бар ғой, адамдар әскермен шыққан кезде жаңағы бірінші топ кетеді, отряд, екіншісі келеді одан кейін үшіншісі келеді, төртіншісі келеді. Сол бірінен соң бір кеп атқан құстар еді дейді. Әрбір құстың тұмсығында бір тас, екі тұяғында сосын екі тас, әрбір құста үш тас. Көрсің? Ана шағаламен, сол жаңағы шағалаға ұқсас бір құстар дейді, көлемі. Сондай құстар келген, дәл атады. Сол кезде жаңағы самолеттан жаңағы пулеметпен ату деген нәрселер, ол осының қайталанған, осыдан үйренілген нәрселер ғой негізі. Жаңағы лақтырылатын тастың өзі бір бұршақ көлемінде екен. Өзі кезі келген жаңағы қарудың, оқтың жаңағы несіне қарасаңыз да, өзі диагоналі сондай ғой негізі. Пулеметтік болсын, автоматтық болсын. Не сол жаңағындай тастар. Ана тас тиген кезде, на жағынан тисе, на жағын жарып шығады ғой. Жарып шығады болды, ағза жоқ на жақтағы мысалы. Сонда ана құстар келіп атқылап атыр. Келесі топ келеді, атқылайды. Келесі топ келеді, атқылады. Бұндайды көрмеген. Ана жақта тауда тығылып атқандардың бәрі көріп тұр не болып атқанын. Бұдан артық қандай мұғжиза керек, мысалы, өзіңіз ойлаңыз. Алла Тағаланың әмірі қандай екендігі де. Сонда жаңағы атқылап қаншалаған адамдар сол жерде қырылады. Көбісін жаңа жолшыбай қырылуын қалады Алла Тағала. Ал Абраханың өзінің Йеменге жетіп барып құлауын қалады. Йеменге барып, сүмірейген түрде сол жерде, солардың елінде жаңағы осындай бір қолбасшы әскерсіз кеп міне құлады дегендей, ешқашан Қабаға қарсы әрекет жасай алмайтындай, ондай ойға да келе алмайтындай Алла Тағала кесіп тастады күллісін. Күллі әлем сол кезде дүр сілкіндірді мына оқиға. Византия империясы болатын шошып кетті. Парс империялары шошып кетті бәрі. Қағбадағыларға тиісуге болмайды. Қарас қандай нәрсені көтеріп берді Алла Тағала. Қандай дәреже берді. Ешкім тиісе алмайды. Өзіңіз ойлаңыз. Сол жаңағы құстарды жіберді олардың істеріне. Фажағалахум кағасфи маъкул дейді. Алла Тағала асф деген сөз, мысалы жапырақ. Бір жерде жатқан жапырақтарды көресіз ғой, құрт тесіп тастаған. Желінген жапырақтар, құрт жеген жапырақтар сияқты. Сол ана жаңағы оқтар, тастар денесін жеді ғой. Тиген кезде жарылып түсіп қалады екен. Абраханың өзі Йеменге жеткен кезде мына көкірегі тесіліп, жүрегінің несі көріп тұрды дейді. Үзіліп келді дейді. Саусақ бір жер жолшыбай атқылайды, ана қуып баратыр ғой құс деген. Құс атады, бір жері қылай үзіледі. Атады, бір жері үзіледі. Жаңағы анау атқылау деген нәрсенің көкесін Алла Тағала сол кезде көрсеткен екен. Кімде кім Аллаға қарсы шығам десе, оның ісі осындай болады деген нәрсені көрсетті ғой. Бұның барлығы сол жердегі жаңағы сол кездегі Аллаға серік қосып жүрген бір арабтардың құрметі үшін емес. Бұл жақында осы оқиғадан кейін 50 күннен кейін Құдай қаласа пайғамбарымыз саллаллаху дүниеге келеді. Осы пайғамбарға дайындалып жатқан майдан еді бұл. Бағанағы Абдулмутталиптің көрген түсі, түс көру, хабар келу деген нәрсемен Құрайштарда танысты, ертең уахи деген нәрсеге таңғалмас үшін. Алла Тағала құдіретін көрсетті, Алланың сөзі сөйленгеннен кейін қарсы келмес үшін де.
осындай үлкен оқиға болады. Піл оқиғасы осы жыл өзі піл жылы деп аталады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям дүниеге келген жылды да піл жылы дүниеге келді деп айтылады. Ана дүниеге келу уақытында оқиғасын Алла әдемі қылғанда осы оқиғамен байланыстырып. Бір-бірінен ажырамайды. Міне сондықтан осы Абраханың әскерін Алла Тағала осылай талқандаған екен. Кейін күллі адамдар айналадағы Құрайыштың керуені кетіп баратқан болса, Шамға ма, Йеменге ма, Эфиопияға ма, Қызыл теңіздің үстінен, Иракқа ма, өзі 4 сапар ғой, жаңағы екеуі қыста, екеуі жазда. Ешкім жақындамайды ғой жаңа керуенге. Ешбір қарақшы бұл керуен анау жақтан қашады. Соқтан Алла Тағала осы нығметті естеріне салып, Әл-Фил сүресінен кейінгі жаңағы Құрайыш сүресінде айтады. Ли иляфи Құрайыш дейді. Құрайыштың осындай тұрақтылық, жаңағы амандығы, тұрақтығы үшін дейді. Құрайыштың осындай тұрақты аманшылықта өмір сүріп жатқан өмір үшін дейді. Сондай-ақ осындай жандары үйреніп қалған өмір ғой. Ешкім тиіспейтін өмір. Ешкім тиіспейді. Тек қана айдаладан қарап біреулер. Бұлар Алланың адамдары деп айтады екен. Алланың адамдары, Қағбаның иелері, қасиетті жердің иелері деген сөз. Сонымен алданады бұлар, үрлет соған. Осындай жағдай болады. Бірақ шүкірлік жоқ. Кім бұл амандықты сыйлаған? Құрайыштың амандығын еске салайын деп отыр Алла Тағала. Иляфихим рихлата шитаи ва сойф. Қысты күнгі керуен сапарлары жүріп атқан. Йемен мен Хабашаға қысты күні барады. Шам мен Иракқа жазды күні барады. Міне, жазғы және қысқы сапарларының кезіндегі амандығы үшін дейді Алла Тағала. Сол амандығы үшін шүкір етпей ме деген нәрсе жатыр. Қайдан келді бұл амандық? Қайдан келді бұл тыныштық? Неге ешкім тиіспейді? Неге ешбір сырттағы дұшпан тиісе алмайды? Осы нәрсені ойландыру үшін Алла Тағала келесі аятында айтады. Фалиабуду. Осы амандықтарың үшін осы Құрайыштың барлығы құлшылық қылсын дейді. Кімге? Робба хазал байт. Аллаға деген сөзді айтпай, ана ақылдарына келу үшін Қағбаның, осы Қағбаның Раббысына деп айтады. Өйткені Қағбаның арқасында жүр ғой өмір. Қағбаның арқасында отыр тыныштықтың бәрі. Алла Тағала Қағбаны қорғады, бұлар сол қорғауды пайдаланған уақыт еді. Шүкірлік ете ме, шүкірлік етпей ме? Міне, жақында пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям келеді, егер де ол келіп сөйлеген кезде бойсынса, онда күллі жаңа нәрсеге шүкір етті. Қарсы келсе, шүкірсіздік басталады. Сол Құрайыш сүресінде аталып маңызды мәселелерді айтады. Осы Қағбаның иесі дейді, Қағбаның Раббысы атғамахум мин жуғин, аштықтан құтқарып бұларды тамақтандырып қойды дейді. Экономикалық тұрақтылық деген нәрсе бар ғой. Соны атады. Экономикалық тұрақтылық менен дейді. Міне қараңыздар. Ва аманаху мин хауф. Және де қауіп қатерден аман қылып қойды дейді. Бұны саяси тұрақтылық деп айтады. Көріп, сыртқы дұшпан деген нәрседен сақтаймын деген нәрсе. Осы екі нәрсе кез келген мемлекеттің аңсайтын нәрсе сөз. Алла Құранда айтып қойған 14 ғасыр бұрын. Экономикалық тұрақтылық пен саяси тұрақтылық. Тәуелсіздік экономика тұрғысынан да, саяси тұрғыдан да тәуелсіз болуда. Осы екі нәрсені мен дейді беретін, Алла айтады. Ғибадатқа, құлшылыққа берілетін болсаңдар деп отыр. Міне, сондықтан Алланың қолында күллі нәрсе асылы. Осы оқиғалар өте маңызды оқиғалар болып сол кезде танылды халық үшін. Абраханың әскерінің келуі, оны сол жерде Алла Тағаланың күйретуі бұл әскерді. Сосын нығметтерді Алла Тағала еске салып отыр осы жерде. Сондықтан нығмет берілгеннен кейін бізге ол нығметті Алла Тағала алып қоя алады. Немесе арттырады. Ешқашан зұлымдықпен алып қоймайды.
وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. Ей пайғамбар, Раббың сенің ешқашан әділетсіздік жасап, бір қауымды құртып жүрмейді дейді әділетсіздікпен. Егер оның тұрғындары өздерін түзетіп жүрсе дейді, қараңыздар. Егер олар өздерін түзетіп жүрсе, Алла Тағалаға қарай, Алла Тағаланың дініне қарай, тәртібіне қарай, міне, онда Алла Тағала ешқашан ол жерге жоймайды дейді ондай нәрсені, арттырмаса. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға осындай жаңағы не майдан ашыла бастаған кезде дос. Жаңағы 50 күннен кейін Құдай қаласа пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам дүниеге келетін күні осы оқиға өте үлкен бір қозғалыс салды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның да Абраха оқиғасындағы осы оқиғаға байланысты Ибн Касир радиаллаху анху айтады, Алла Тағала Абрахадан осы Қағбаны құтқарып қалған кезде, Меккені құтқарып қалған кезде, негізінде ол сол жердегі арабтардың сол кездегі жаңағы тұрып атқан Аллаға серік қосып атқан адамдардың құрметі үшін емес еді дейді ол. Біріншіден ол Қағбаның құрметі, екіншіден жақында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам дүниеге келеді. Осы маңызды нәрселер сахабаларға да кейін мысалы естеріне салынды. Қиыншылық кездер болады ғой. Шүкіршілік мәселесі, жауап беру мәселесі Алла Тағаланың елшісіне. Анфал сүресінде Алла Тағала айтады: «Я айюхаллазина аману, ей иман келтіргендер, истаджибу лиллахи ва лиррасули». Аллаға және оның елшісіне жауап беріңдер дейді. Бізден талап етілетін нәрсе Аллаға және елшісіне жауап беріңдер дейді. Иза даакум лима юхийкум. Егер де сендерді тірілтетін нәрсеге қарай шақырған кезде дейді. Неге әрбір бұйрықты, немесе шариғаттағы әрбір бұйрықты, немесе әрбір тыйымды Алла Тағала тірілтетін нәрсе деп атады, ойлана беріңіз. Өйткені сіз сол арқылы рухыңыз тіріледі. Егер де Аллахтың елшісі және оның Раббысы бір нәрсеге қарай шақырса, ол нәрседе сізді тірілту, сізді көтеру деген нәрсе бар. Егер де сізге бір нәрсені тыйса, сол арқылы сізді бір жамандыққа ұрынып қалудан сақтау деген нәрсе бар да. Егер біз осы нәрсеге жауап берсек, онда біз Алла Тағаланың қалауымен тіріле береміз. Біз келесі бұйрыққа да тіріліп тұрамыз да. Біз махаббатпен, ықыласпен күтіп тұрамыз. Вағламу дейді сосын бізге. Біліңдер, ей иман келтіргендер, анналлаху яхулу байнал мар'i ва қалби. Әрдайым біліп жүріңдер, Алла Тағала кез келген уақытта құл мен жүрегінің арасына кедергі бола салады дейді. Мысалы, ертең істеймін, ертең оқимын намазды деген нәрселер болатса, кейін оқимын деп атқан кезде, біл дейді, сенің еркіңде болмай қалатын күн келуі мүмкін дейді. Мен сені мен жүрегінің ортасына кедергі қоя салам дейді бітті. Міне бұл Алла Тағаланың ескертуі бізге. Біліңдер осы нәрсені. Ва аннаху илейхи тухшарун. Сондай-ақ сендер сол Аллаға қарай қайта тіріліп қайтатындарыңды. Ваттақу фитнатан ла тусибанна аллазина заламу минкум хасса. Сондай-ақ егер бастарыңызға Тағала бастарыңа бір фитна, азап, сондай бір бейнет жіберуі мүмкін дейді. Сол бейнет келген кезде ол тек қана сендердің іштеріндегі залымдарға ғана тиіп кетпейді, сондай-ақ сендерге де тиіп кетуі мүмкін дейді оның. Неге? Өйткені сенде сол нәрсені, мынаны өзгертейін, мынаны түзейін деген ниет болған жоқ дейді. Бірге тиіп кетуі мүмкін. Вағламу, біліңдер, Алла Тағаланың азабының қатты екендігін дейді. Сосын бізде өзіміздің тарихты жаңағыда еске алатын болсақ, кеңес үкіметі кезіне қарасақ, Алла Тағала мына аятта сахабалардың бір Меккедегі кезеңдерін баяндайды да, бізге параллельно жүреді бұл мағына. Сонда айтады: «Васкуру из антум қолилун». Естерің алыңдаршы дейді. Сендер азғантай едіңдер ғой дейді. Сахабаларға Меккеде болған кез ғой. Из антум қолилун. Сендер аз едіңдер. Мустадғафуна фил ард. Әлсіз едіңдер дейді сендер. Тахафуна айята хоттафакуму насу. Әрдайым қауіптеніп тұратын едіңдер дейді.
Құрайштардың жағы дөкейлері келіп ұстап бас салып алып кете ма деп. Фаауакум, Алла Тағала сендерді Мединаға кеп паналатып қойды. Ва айядакум бинасрихи, сондай-ақ сендерге өзінің жәрдемімен қуаттап, қолдап қойды. Ва разақакум минат тойибати, сондай-ақ сендерді өзінің жақсы нәрселерінен, таза нәрселерімен ризықтандырып қойды дейді. Лағаллакум ташкурун, әлбетте шүкір етерсіңдер дейді осы нығметтер үшін. Сосын мына нәрсе маңызды. Я айюхаллазина аману, я иман келтіргендер, ла тахунуллоха вар расула, Аллаға және елшісіне қиянат жасамаңдар дейді. Қиянат жасау деген нәрседе бағана мысалын Қағбаны бұзайын деп келе жатқан кезде қиянат жасалды. Таифтағылар өздері бір адамды қосып жіберді, мынау сендерге жол көрсетеді депті. Кезінде отырарды құлату кезінде де отырардағы бір саудагер мұсылмандар ана Шыңғыс ханның саудагерлерін өлтіріп қояды ғой, эмоцияға беріліп бір төбелеспен күллі нәрсе шешіледі деп арттағын ойламайды. Шыңғыс хан соны күтіп отқанда, дұшпан соны күтіп отты болды. Барды да отырарды қоршады. Сосын оның есігін бір сатқын аша салды дегендей нәрселер. Қайдан келеді апат? Көрдіңіз ба? Алла Тағала Қағбаны қорғады. Қағба болғандықтан да ол. Сондықтан сондай нәрселерде өз-өздеріңе қиянат жасап қоймаңдар дейді. Аллаға және елшісіне өздерің аманаттарыңа қиянат жасамаңдар. Сендер білесіңдер ғой дейді, Алланың хақысында, діннің хақысында. Міне осы жерде жаңа айтылатын маңызды нәрсе осы Қағба. Алла Тағала Ал-Имран сүресінде айтады: "Инна ауала байтин удиға линнаси лаллази би Бакката". Жер бетіндегі ең әуелгі Алла Тағаланың мешіті ол осы Меккедегі мешіт дейді, тұрғызылған. Ең әуелгі мешіт. Ол дағы Ибрахим кейін осын келіп қабырғасын көтерді. Абу Зар радиаллаху анху пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламнан сұраған: "Я Аллахтың елшісі, әуелгі мешіт қай мешіт салынған жердің бетінде?" дегенде, "Әл-Масжидул Харам" деген. Осы Әл-Харам мешіті деді. Сумма айю, сосын қай мешіт салынды Я Аллахтың елшісі деген кезде, Сумма Әл-Масжидул Ақса деген. Ол жаңағы Құддыстағы Ақса мешіті. Кам байнахума я Расулаллах, қала арбағин. Екеуінің арасында қанша жыл болды деген кезде пайғамбарымыз 40 жыл дейді. Әуелі Меккедегі Қағба тұрғызылды, сосын Ақса тұрғызылды 40 жылдан кейін. Бұл екі нәрсенің өзі мұсылманға жаңағы берілген құндылықтар. Ибрахим алейхиссаламда осы екеуінің арасында жүрді ғой. Түсіндіңіз ба? Осы екі қасиетті орында жүрді. Күллі пайғамбарлар осы ортадан жіберіліп атты. Жалпы күллі жер бетіндегі әлемнің өзегі осы, орталық өзі негізі. Сол жер бетіндегі ең әуелгі салынған мешіт, ол Меккедегі мешіт Мубаракан. Ол сондай берекелі дейді. Берекесі ешқашан сарқылмайды дейді оның. Оның берекесі сарқылмайды. Сондай-ақ худан линнас лил аламин, күллі адамдарға тура жол дейді ол. Яғни Алла Тағаланың жаңағы тура жол мағынасын дұрыс түсіну үшін сөзде Алла Тағала түсіндіреді. Фихи мақаму Ибрахим дейді, қараңыздар. Фихи аятун байинат. Егерде Әл-Харам мешітіне барсаңдар, ол жерде айқын аяттары бар дейді Алла Тағаланың. Айқын белгілері бар дейді. Сол айқын белгілердің бірі мақаму Ибрахим дейді. Ибрахимнің орны дейді. Жаңа Ибрахим алейхиссалам Қағбаны салған кезде бір тастың үстіне шығып, тас айналып жүрді деп айттық қой. Сол тас кейін келіп, ана Қағбаның қасында көрген шығарсыздар. Бір шынымен қапталып жасалған, соның астында жатыр сол. Сол тас солай қойылған да ол жерде. Бұл Ибрахимнің орны. Ибрахимнің дұға жасаған орны бұл. Бұл Исмайылдың орны. Исмайылдан кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламды Алла Тағала енді жіберіп, Ибрахимнің сертін қайтадан жаңартайын деп тұр. Қайтадан жаңартып, Ибрахимнің діні қандай болған нәрсесінің, қандай болғанының өзін сол кезде бірақ көрейін деп тұр ғой адам. Ана буындар
жуып кеткен да, қанша буын өткен кезде Ибрахимнің шын мәнінде ұстанған діні, иман тұрғысынан, құлшылық тұрғысынан, қаржылық рәсімдері тұрғысынан қандай болғаны ұмытылып кеткен, ауысып кеткен, өзгеріп кеткен. Міне осы Қағба, сол жерде Алла тағаланың айқын аяттар бар. Мақому Ибрахим, Ибрахимнің орны дейді ол. Сосын мынандай уәдені береді, қараңыздар. Уәмен дахалаху кана амина. Кімде-кім осы Әл-Харам мешітіне кірсе, аман болады дейді. Сол үшін не істеді Алла тағала? Сол үшін валиллахи аля наси хиджул байти ман истата илейхи сабила. Адамдардың мойнына парыз етілді. Алла үшін кімнің шамасы келсе жол жүруге қажылық парызы дейді. Қажылыққа барған кезде жаңағы тарихта жаңағы орындарды көзбен көресіз ғой, жаңа айтылып отқан нәрсені. Қағбаны, Ибрахимнің жаңағы орны, Сафа мен Маруаның арасы. Не, осы нәрселер. Ал енді кімде-кім дейді Алла тағала, уәмен кафара, кімде-кім мойындамайтын болса, мені де, менің айтқан Құранымдағы парыздарымды да, тыйымдарымды да, фаинналлаха ғанiyun анил аламин. Сөзсіз онда Аллах тағала күллі әлемдерге мұқтаж емес дейді. Сондықтан бұл орын Алла тағала Хаж сүресінде айтқандай, милләту абикум дейді Ибрахим. Ей адамзат, аталарың Ибрахимнің жолы осы дейді өзі. Аталарың болған Ибрахимнің жолы осы. Хуа саммакумул муслимина мин қаблу. Ол сендерді бұрын да мұсылман деп атаған дейді. Ва фи хаза, сондай-ақ осы Құранда да сендерді мұсылман деп атаған. Сосын айтады, лиякуна расулу шахидан алейкум. Аллахтың елшісі сендерге куә болу үшін дейді. Қараңыздар. Алла тағаланың елшісі сахабаларды дайындап тәрбиелегеннен кейін дүниеден озатын кезінде күллі аманатты тапсырып, аманатты тапсырдым ба, үмбетім, тапсырдыңыз деді. Аллахумма фашхат деген, қараңыздар, пайғамбармен екі арада байланысты қараңыздар. Аллахым куә бол. Енді бұлар бұзатын болса, менің о жерде жағы нем жоқ деп отыр пайғамбар. Соқтан мынау сендер үшін куә болады деп айтпайды жаңағы аятта. Сендердің үстлеріңнен куә болу үшін елшін жібердік дейді. Сол секілді бізге тапсырылған нәрсе ватакуну шухада алан нас. Ал сендер күллі адамзатқа, ей Мұхаммедтің үмбеті, сендер күллі адамзатқа куә боласыңдар дейді. Куә деген нәрсе қарап жүресің бүйтіп. Жамандық істеп отсың, неге істеп отсың? Жақсылыққа шақырып, жамандықтан тыйып дегендей нәрсе. Сондықтан сендерге айтарым дейді Алла тағала бізге фаақимус солата, 5 уақыт намазды тұрақты оқыңдар. Ва атуз заката, зекетті төлеңдер. Ва атасиму билла, сондай-ақ Аллаға байланыңдар дейді. Алла тағалаға байланыңдар, беріліңдер, ұстаныңдар. Хуа маулакум дейді. Қай жерде өмір сүріп атсаң да, ей Мұхаммедтің үмбеті, қай ұлт болсаң да, ей пайғамбардың үмбеті, сендердің негізгі иелерің Алла ғой дейді. Фани'мал маула ва ни'ман насир. Қандай жақсы ие дейді ол Алла, және қандай жақсы жәрдемші дейді. Сондықтан Ибрахимнің өмірі жаңағы салынып кеткен қаншама жаңағы мысалы еңбектер, олардың бәрі босқа істелген жоқ қой. Буыннан буынға тапсырылып отырылатын нәрсе да. Әке мен баланың арасындағы нәрсенің өзіне келетін болсаңыз, Исмаил мысалы жаңағы Ибрахим алейхиссаламға Алла тағала түсінде көрсетіп, түсінде бұйрық береді. Исмаил алейхиссаламды құрбандыққа шалу. Алла тағала біледі не бұйырып атқанын. Бірақ адам бірден жаңағы бұйырылған бұйрықтың өзін ғана ойласа, мысалы, бұл адам сабыр ету керек. Адамның сабырлығы, Алламен бірге деген сабырлығы, адам білу керек. Алла тағаланың айтып атқан нәрсесі дұрыс. Ол біледі не айтып атқанын. Сен кішкене сабыр етсең, көресің оның нәтижесінің сен ойлағандай емес, басқа нәрсе болатындығын. Сонда жаңағы Исмаил баласын
құрбандыққа шалу бұйрығы кетеді. Ойлаңыз қандай нәрсе. Сүйген баласы қартайған кезінде өзі айтып жатыр: "Алхамдулиллахи аллази вахаба ли алал кибари Исмаила ва Исхақа". Алла Тағаланы мақтаймын, қартайған шағымда Исмаил мен Исхақты маған берген дейді. Қартайған шағында берілген ұл бала Исмаил, қанасыздар. Ол Исмаилға үміт етіп жүрсің сен. Көрдіңіз ба? Тәрбиелеп жатсың, жақсы көресің оны. Сосын жаңағында бұйрық кетеді: Исмаилды құрбандыққа шалу керек. Бұл жерде Алла Тағаланың айтып жатқаны тікелей мағынадағы нәрсе емес. Мына жерде мысал айтайық, бізге сүйген нәрсеңді мен үшін жұмсай аласың ба деп жатыр ғой. Мені артық сүйе аласың ба дейді да басқа нәрседен. Таухидтың шегі де өзі, таухидтың төресіне Алланы күлді нәрседен артық сүйе аласың ба? Сонда Ибрахим алейхиссаламды қараңыздар, бағанағындай ғой. Бұйырғанымыз сол еді, баласына барып айтқан ғой: "Ей балақайым, мен түсімде Алла Тағаланың бұйрығын көрдім. Сені құрбандыққа шалсын деп отыр. Фанзур маза таро. Ей балақайым, енді сенің ойың ғана қалды" дейді. Сенің пікірің қандай дейді бұл істе. Сонда Алла Тағала көрсетіп отыр ғой. Бағана дұға жасады ғой, ол естеріңізде ме? Бәрі бір-бірімен байланысып жатқан нәрсе. Роббана жағална муслимайни лака деді ғой. Екеумізді өзіңе мұсылман қылшы. Кейде сіз сұраған дұғаңыздың өзін ар жағында қандай өзіңізге бір іс сұрап отқаныңызды білмеуіңіз мүмкін білесіз. Мысалы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады: сабырлық бер деп сұрамаңдар дейді. Сабырлық бер деген сөз басыма сынақтар әкеш деген сөз дейді. Өйткені ол тек сол кезде ғана керек нәрсе ол. Сол секілді жаңа Исмаилда: "Ей балақайым, Раббымыз осылай бұйырды, сен енді өзіңнің ойыңды айт" деген кезде. "Ифал ма туъмар я абати". Ей әкетайым, өзіңізге бұйырылған нәрсені орындаңыз дейді. Баланы қараңыз, өсіп келе жатқан бала. Әкесін әрдайым Ибрахимге қараса, Ибрахим намазда, Ибрахим құлшылықта, Ибрахим жылап жатқан көрінісі, Қағбаны салынып жатқан, Алланың жолындағы арыз беріп жүрген еңбегі. Бала әкесін тек солай көрген, солай естіген оны. Сіз бе? Оның ақылы жүрегі солай жұтқан оны. Ол басқаша емес. Сонда жаңағы: "Әкетайым, бұйырылған нәрсені орындаңыз. Алла қаласа мені сабырлылардан табарсыз" дейді. Екеуі сөйтіп жаңағы барып жаңағы бұйрықты орындауға барып, Ибрахим алейхиссалам жаңа баланы Исмаилды жатқызып, сонда жаңа бір риуаяттарда айтады: "Әкетайым, мені бүйтіп етпетімнен жатқызыңызшы. Мен сіз бұйрықты орындайын деп жатқан кезде мен көзім өзгеріп кетпесінші сізге қарай" дейді. Сонда жаңағы пышақты қолға алған сол екен, бұл емес екен Алланың қалағаны. Бұл жерде Алла Тағаланы көрсететін нәрсесі: "Сен маған сенесің ба" дейді. Мен айтып тұрған істің дұрыс екеніне сене аласың баяғына дейін. Жоқ әлде күмәнданасың ба? Міне, үзіліп қаласың ба дейді жолда. Сондықтан жаңа балаға сол нәрсені бұйрықты орындайын деп жатқан кезде Алла Тағала тарапынан бір періште жіберіліп шақырылады ғой: "Ей Ибрахим, түстегі бұйрықты расқа шығардың". Сөйтіп сол жерде жаңағы бұйрық орындалу керек, бірақ сөйтіп бір қошқарды түсіреді Алла Тағала. Ибн Аббас радиаллаху анху айтқандай, 40 жыл жайылған дейді бұл қошқар жәннатта. Осы бұйрық үшін Ибрахимнің жаңа бойсынуы, Исмаилдың бойсынуына сыйлық ретінде. Біреулер мысалы ойлауы мүмкін, бұл исламда бұндай, бұл қандай нәрсе, бұл айтылған деп. Ол емес. Алланы дұрыс түсіну керек. Алла Тағала ешқашан сізге жамандық қаламайды. Көрдіңіз ғой. Алла Тағала сізге тек жақсылық қалайды. Оның әрбір бұйырған нәрсесі сізге ол жақсылық.
Оның әрбір тыйған нәрсесі ол жақсылық. Ол оның сізге деген адалдығы ғой. Көрдіңіз бе? Ол сізге қамқорлық қалған ғой. Біз мысалы өзіміздің ақыретімізге біз өзіміз олай уайымдамаймыз. Алла Тағала оны қамқорлық қалған секілді. Өйткені Алла Тағала Құранда не дейді? Фасбир собран жамиля. Ей пайғамбар, сен әдемі сабыр ет. Бұлар сені қазір түсінбей жатыр, қарсы сөйлеп жатыр, әрекеттер көрсетіп жатыр. Өйткені бұлар дейді, иннахум яроунаку баида. Өйткені бұлар қияметті дейді, ақыретті, тозақтағы ерсетілген азаптардың барлығын алыс көреді дейді, мүлде алыс көреді дейді. Ва нараху қариба дейді, Алла айтады, біз оны жақын көреміз дейді. Сол жақын көргендіктен адам баласын құтқару үшін елшісі арқылы өзінің сүйетін істерін, сүйетін парыздарын баяндаған, жек көретін істерін, тыйымдарын баяндағанда. Сол нәрселерге біз жауап беріп жатқан болсақ, біз күннен күнге тіріле береміз. Әрбір бұйрық бізді тірілтеді. Намаз деді ма, намазды алдық, біз тіріле бастадық. Зекет деді ма, егер малыңыз болып жатса, зекетті аласыз. Одан кейін ол көп қой. Ата-анаңа туф деме дей ма? Ата-анаңызға туф деме дейсіз, тіріле бересіз. Туысқаның, мысалы, туысқандық байланысты үзбе дейді, қандай жағдай болса да үзбе дейді, мысалы. Үзбейсің. Неге? Өйткені сен Алланыкісің ғой. Көрдіңіз ба? Ал үзіп атқан адам, ол Алланыкі емес, ол нәпсісінікі, ол эмоциясынікі, ол мінезінікі, ол мен деген ұғымынікі да. Ибрахимді не үшін жаңағындай көрсетіп жатыр? Өйткені Ибрахим Раббысына бойұсынған. Вайс қола лаху раббуху әслим. Сол бір кез Раббы соған, ей Ибрахим, бойұсын маған деп бұйырған кезде, әсләмту деп айтты дейді, қараңыздар. Бойұсындым лираббил аламин, әлемдердің Раббысына. Үлкен дәреже бұл, үлкен дәреже. Алланың құлы. Алланыкі болу деген нәрседе біздіке берілген өмір шындап келген кезде осы нәрсеге жетіп алу үшін берілген шаман келгенше. Жаңа Тағала Анкабут сүресінде айтқандай, «Валлазина жахаду фина», әлгі біздің дидарымызды көздеп, біз үшін, бізді разылығымызға бөлеңгісі келіп, өзімен өзі күресіп, біз ұнатқан сипаттарға ұмтылғандардың барлығын «Ләнәхдияннахум субулана», сол біз жақсы көретін жолдардың бәріне саламыз дейді оны. Қараңыз. Тақуалық іздесе тақуалыққа саламыз. Сабырлы болғысы келсе сабырлы қыламыз. Ұстамды болғысы келсе ұстамды қыламыз. Мейірімді болғысы келсе мейірімді қыламыз. Жомарт болғысы келсе жомарт қыламыз. Тек өзің шыдасаң болды деп жатыр бізге. Сондықтан бұл еңбек өз жаныңмен күресуді қажет еткеннен кейін Алла Тағала жаңа жерде қандай сөзді қолданды? Валлазина жахаду фина. Міне, жігерін салғандар дейді да. Күрескен өзімен. Осының барлығы не үшін? Осының барлығы шын мәнінде сіз Алла Тағаланы күллі нәрседен артық сүйем деген нәрсе үшін. Осының барлығы не үшін? Пайғамбар салса менің өнегем деген үшін де. Пайғамбар салса менің өнегем. Мен оның қасында ертең хаузда болғым келеді деген сөзді ол. Сондықтан Алла Тағала еңбекті парыз қылғанда, дүниеде де қалай табыс еңбексіз келмейді, ақыреттің, жәннаттың табысы да ол еңбексіз келмейді. Сол еңбексіз деген нәрсеге босқа үміті берем, Алла Тағала кешірімді, Алла мейірімді деп үміті беріп, мынандай бір жағдайға келіп қалмаңдар дейді. Жаңа бос армандарға берілетін. Себебі Алла Тағала бізге айтады: «Лайса биаманикум». Ей иман келтіргендер, ей Мұхаммедтің үмбеті, әсте сендердің армандарың жүрмейді дейді. Қараңыз. «Вала амания ахлал китаб». Анау сендерден бұрын болған Тәуратты шалапыластап, кейін өзгертіп тастаған, Інжілді шаластап, оны өзгертіп тастағандардың армандары қалай жүрмейтін болса, сендердің де еңбексіз армандарың жүрмейді дейді. Бізге айтып отқан сөз. Сондықтан Ибрахим алейхиссаламның бұл жерде орнына айтылған